Сәлем баршаңызға. Бүгін біз еттен жасалған пирог дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, шанышқымен араластырамыз. Одан кейін қаймағымызды саламыз. Қажетті мөлшерлерін астында описаниеға жазып қоямын. Қаймақты салып араластырамыз. Одан кейін үстіне ерітілген сары майымызды салып тағы да араластырамыз. Одан кейін ұнымызға қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Одан кейін біртіндеп салатын боламыз. Барлығын бірден салып жіберсеңіздер, араластыру қиындап кетеді. Сондықтан біртіндеп жайлап саламыз. Одан кейін қолмен нанды біріктіреміз. Кішкене жабысқақтау болып тұрады, бірақ осылай тоңазытқышқа салып тастаймыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Менде мында піскен еттер уақтап турап, соны салатын болдым. Және пияз бен картоп керек болады. Оларды осылай видеодағыдай етіп көбіктап тураймыз. Егер жаңағыдай піспеген еттен фарштан жасайтын болсаңыз, онда фаршты жуамен, картоппен 20 минуттай пісіріп алып, одан кейін толықтай суытып, содан соң салсаңыздар болады. Себебі жаңағы пирогты пісірген кезде ішіндегі фарштар кішкене шикі болып қалуы мүмкін, сондықтан пісіруді ұмытпаңыз. Ал енді картопын тураймыз, оны да жаңағыдай көбіктап турайтын боламыз. Осылай барлығын қосып, үстіне дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Тоңазытқыштан дайын тестімізді шығардық. Оны екіге бөлеміз. Қазір біреуін жаятын боламыз. Ұнымызды аздау қосып отырып, жаятын боламыз. Тестімізді жайып болдық. Енді алғанда созылып кетпес үшін осылай бір-біріне беттестіріп бүктеп аламыз. Одан кейін оны противеньға пергамент қағазын төсеп, тестіміздің бүктеуін ашамыз. Кейін дайын салмамызды үстіне саламыз. Одан кейін жаңағыдай етіп, оны да оқтаумен жазып аламыз. Одан соң пирогымыздың бетін жабамыз. Бүктеуін ашық, ал енді жандарын біріктіреміз. Пирогымыздың бетіне жұмыртқа жағамыз. Одан соң мак немесе кунжут себеміз. Енді пирогымызды 180 градуста 30 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Әсіресе мына тестісі песочный болып, басқаша болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.